Емшек деген осындай болып, ұстағанда қолға алмадай болып бүйтіп тұрып, оның екі ортасына қотақты салып қойып изесең вообще күшті ғой. Мал, пал дегеннен басқа білмейді сізге. Емшектің моделін де білмейді қотақбастар. Опыты барлар білет, туылмаған емшек екен, алмадай болып тұрған. Ыстығамға қотақты салып қойып. Ыстығамға қотақты салып қойып, емшекті екі қолға ұстап алып, ұшынан ем тұрып сіксе қойшы сізген. Амын аспанға қаратып, жұлдыздарды санатып тұрып сіксен қойшы сізген. Қанды ағызып қойып, тілге тұзды жалап қойып, амда қанды жаласа қойшы сізген. Алматы. Шығаршы. Лайк басыңдар, шығарам. Емшек деген осындай болу керек. Солып қалған енектер құсамау керек, емшек деген салбырамау керек. Ұстағанда алмадай болып тұру керек сізген. Или өтірік айттым ба? Дұрыс емес, кербез деп айтыңдар, дұрыс болмаса. Нағыз сіксетін, мешіне кеп атқан кезде сіксетін нәрсе ғой. Емшек тұрады тырсылдап, ам тұрады қыстық. Әміні туылмаған емшектің ұшы осындай болады. Қотақтың басын тартып тұрып сіксе ғой сендер сізген. Бүйтіп тұрып қотақтарын басын изеп тұрып сіксе ғой. Ай сізген амның күші қанатын жар. Кеше көрдіңдер ғой қотақты қалай тебен біледі. Енектерін езіп тұрып. Ай, енегім дегіздіп тұрып біледі. Аямайым мен негіз еркекті.